Жаңалықтар не дейді? Бір апта бойы 76-шы ауылда 50 градус суық болады. Хей барыңыз сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, біздің ауылымызда бір апта бойы 50 градус суық болады. Соған орай бүгін біз бункер салатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Және де достар, қазір мен жаңа жылда өзімнің әдемі сәнді шапкамды киіп аламын. Және де достар, баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. 1, 2, 3. Міне достар, менің шапкам әдемі болса комментарияға плюс қалдырып кетіңіздер. Және достар, менде жаңа жылдық текстура болғандықтан кейбір заттар енді по-новогоднему болады. Дәл қазір мен складқа барып керекті заттарды алып келетін боламын. Ал ендеше кет. Мына жерде уже суық басталады екен. Достар, дала өте суық, но әзірше шыдай алатын сияқтымыз. Бұл постепенно көтеріле беретін болады. Ал складтан керек заттардың бәрін алатын боламын. И соңғы керек зат все болды, алдық, енді шығамыз. Ал достар, алдық. Жота Майнкрафт қуып кетті. Енді достар, біз қай жерге жасаймыз? Мына жерге жасайық па? Бұл жота ұнамайды. Лучше өз үйімнің артынан жасаған дұрыс. Үй жаққа. Жота жителер вообще бессмертный, точнее, бесхолодный. Вообще жорамайтын секілді. Осы жерге жасайық. Кішкене расшириться ету керек. Достар, қазір мен уже проход жасағанда көрсететін боламын. Міне достар, мен уже проход жасадым. Сосын мен складқа барып факел алып келдім. Бізде уже жарық керек. Мына жерді кішкене дұрыстап жіберейік. Все дұрыс. Менің все болды. Алмадан киркамен мына жерді алып жіберейік. Все тазарттым. Енді мына жерді все болды. Осындай биіктік жетеді деген ойдамын. Енді кішкене ішін толықтыру керек, чтоб менде прямо бункер болатындай. Енді бірінші мына жақтан бұндай емес. Факелді мұнда қойық. Все осы жерден осылайынан. Примерно, білмеймін неше екен, әйтеуір көреміз. Күшей, той гравий бәле болды. Достар, енді мен ішін уже тазартып жатырмын. Енді әр жақтың ішін түгелдей тазартқанды болғанда көрсететін боламын. Достар, менде бір вариант топты. Сіздер кішкене зерікпесін деп сіздерге бір нәрсе қойып беретін боламын қазір. Мое прошлое называется любовь. Там лежу разбитый я на тысячи кусков. В темноте прячу свою боль. Обернись ты моим сном и подари покой. Настя ушла в никуда, Настя, душа без следа гаснет. Вот уж беда, дай свет, пока не холода. Настя ушла в никуда, Настя, душа без следа гаснет. Но ты знай, когда буду на грани, как без любви Париж, тебе путь обратно покажет луна, растворяясь в тумане. Когда буду на грани, как без любви Париж, тебе путь обратно покажет луна, растворяясь в тумане. Научил тебя летать, и ты улетела, забрав с собой все то, что мне подарить хотела. Оставив лишь грусть, ты сказала не вернусь. Нет, не вернусь, ты сказала не вернусь. Я думал, это сон, и я скоро проснусь, и засияет сердце так ярко. Но если тебя нет, я снова сорвусь. Сгорит душа моя без остатка. Нас нет, ушла в никуда. Нас нет, душа без следа гаснет. Вот уж беда, дай свет, прогони холода.
если гаснет. Но ты знай, когда буду на грани, как без любви Париж, к тебе путь обратно. Достар, сіздерге бұл ән ұнады деген ойдамын. Ал енді мен үшін түгелдей болғанда көрсететін боламын. Так, достар, мен уже бәрін болдым. Ал енді железамен іске кірісуге болады. Менің видеода музыка қойған себебім сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін. Вот сондықтан қойдым. Так, достар, ең алдымен біз неге лава қоямыз, себебі темір ол жылулықты көп сақтайды. Енді хотя бы қабырғалар кішкене жылулық беретін болады суықтықтан. Ойнайтам, мен даусым ондай емес. Так, достар, енді крышаны кішкене ұзарту керек, аты 2 блок болмайды бізге. Біздің бойымыз жетер 2 блок. Қазір мен бәрін болғанда көрсететін боламын. Итак, соңғы штрихтар. И все болды. Так, все, бункердің қаптамасы болды. Енді только заттарды қойып тастау ғана қалды бізде. Ендігі істейтін затымыз, достар, ол факелдердің бәрін қойып тастау. Осылай әр қабырғаға факелдерді қойсақ, так, мынаны алып тастайық. И орнынан ой қоямыз бүкілдің үстіне. Так, енді, достар, біз пешка жасаймыз осылай. Осылайынан 2 блок жетеді деген ойдамын. Осылай бәрін қойып шығамыз. И сосын мұнда беті разжигать етеміз, өш қалса қайттан қоятын боламыз. Енді дәл осылай келесі жаққа қойып шығатын боламыз. Так, енді дәл осылай келесі жаққа да қойып шығамыз. Кабинді жасаймыз. Кабин ба печка ма бір нәрсе өзі. Так, бұлай и бұлай. Осылай енді жағып тастаймыз. Келесі жағында да бар. Мұна сөн қатты разжигать етеміз. Так, достар, ендігі біздің жасайтын ісіміз ол печкаларды қойып шығу. Так, осылай әр жаққа печканы қойып шығамыз. Так, и мұнда да, так, мыналар гүш қағым бар, қазір оларды қоятын боламыз. Так, енді мыналарды қайтадан жағатын боламыз. Прям қиын емес жағып отыру. Тем более қабырғада лавада кішкене ол да жылылық береді. Так, енді бізге жаңалықты естіп отыру үшін телевизорды қойып қойып, қалай қойсақ болады міне осылай. Так, бұны енді қалай жүктейді? Так, мынаны мұнда қоссақ, өстіп бас қойып. Все, вроде енді қосылады. Так, енді, достар, айбай, достар, біз далаға шығуымыз керек, себебі так, мынаны жақ қойып, и мынаны да жақып қойып. Себебі бізде заттар қалып кетті. Достар, мен ол қалай жаурап барғанымды көрсетпейтін боламын. Сондықтан мақұл көрсете салам. Так, енді оған бару керек. Айтпақшы, достар, люк қою керек қазір. Так, достар, міне мен есікті да, люкті да бәрін қойдым. Әне люк. Так, достар, қазір барып тез-тезен заттарды алып келу керек. Даланың қандай суық екен білмеймін енді. Алашайық. Даладағы жел не деген суық еді. Тез-тез үйге бар заттарды алу керек. Так, достар, мен үйге келдім. Ойбай, естіп жау керек, все болды. Так, ең бірінші бізге не керек? Компьютерді алайық ең бірінші. И сосын досканы ала салайық. Енді компьютерді соған қоямыз. Сосын сундықта не бар, соған азық түлікті алайық. Так, 27 изумруд, пшени, картошка, морковь дегендей. Так, сосын топор керек. И сосын болды. Так, сундық бар. Так, төсекті ала салайық. Так, тез-тез кіру керек. Тақтанан тез-тез жауып тастау керек. Мына земля қайда? Міне. Жабамызда тез-тез кет қалу керек. Так, тез. Так, достар, далада өте суық. Мына жерде уже не сезіледі жылулық. Так, енді тез-тез өз заттарымызды қойып тастайық.
барлық керек жарақты алайық. Так, все, по идее болдық. Так, мыналарды жағып тастау керек. А то кішкене суық болады. Так, все. И наяқтан. Все, болды. Енді төсекті мұнда қойық. Мұнда мынаны қойсақ. Стоп, мынау кішкене болмай қалайын деп тұр ғой да. Мұнда болмайды. Мынаны сындырып, басқа жаққа қойық. Так, все, алдық. И мынаны алайық, мұнда қойық. Тоқшыналарды тез-тез жандырып тастайық. Аяқта да ма? Я, мұнда да сол. Так, все, болды. Вроде бәрі болды. Так, жаңалық не дейді? Так, 5-ші канал, 1-ші канал Қазақстан. Міне. Қазіргі таңда 70 градус суық. Түсінікті. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар.